қойыңыздар. Себебі сіздердің сұрақтарыңызға қарап мен просто ориентация жасайын да, қай жерден қиналып жатыр, қай жерден көбірек мән беру керек, қай жерге көбірек тоқталу керек екендігін. Сондықтан мүмкін болса сұрақ қойыңыздар. Жалпы мынау циклдан қай жерден түсініксізде болып жатыр, немесе қай жер сәл қиындық туғызды, қай бөлігін ашу керек, соны айтсаңыздар, мен соған көбірек тоқталайын. Аға, анау break continuous шығаратын не бар ғой, жаңағы true false пен шығаратын есеп бар ғой. Сол кішкене қиындық тудырып жатыр. Так, мына жер ма? Иә, бұл да сосын бұдан кейінгі есепте бар, иә. Так, мына жерде қараңдар мұны. Бізде мына жерде шарт тұру керек, иә? While'да. Шарттың мәні не болу керек? True немесе false айналатын бір өрнек болу керек. Мына жерде ешқандай өрнек жазған жоқпыз, қараңыздар. Просто S деген айнымалы қоя салдық. S деген айнымалы біздің мәні оның trueға тең. Демек ол жұмыс жасайды. Енді қараңыздар, егер просто осылай қоя салсақ, былай қоя салсақ, мынау болмаса, бізде шексіз цикл болып кетеді, тоқтамайды. То есть программа аяқталмайды. Неге? Себебі мынау шарт бізде false-қа айналмайды. Яғни мына жердегі мән бізде false-қа айналмайды. Түсініп тұрсыздар ғой? Ал біз не істеуіміз керек? Соны false-қа айналатын жағдайды қарастыруымыз керек. Міндетті түрде, әйтпесе циклдан шығамаймыз, тоқтамайды ол. Оны шығу үшін тек программаны бұзып шығу керек. То есть программаны үзіп шығу керек. Ол бізде нежелательно. Енді қараңыздар, біз не істедік? Просто шарт қойдық. Егер К деген бір айнымалы құрып алдық та, ол айнымалы бізде циклдың қанша рет орындалып тұрған санап тұрады. Басқа міндет жоқ бұл айнымалының. Тек әшейін цикл әрбір итерация сайын ол бір санға артып отырады. Сол айнымалы арқылы біз не істейміз? 5 рет орындалғанын анықтаймыз. Міне К тең 5 болса дейміз да, SK false деген мәнді меншікте жібереміз. Все, уже келесі итерацияда while тағы да шарт тексерген кезде уже S-тің мәні false болып қалады. Сонымен цикл аяқталады. Бұл жерде осылай істеп тұр мұны. Просто сіздер, наверное, мынандай үйренбегенсіздер да, тек мынандай шарт түрінде ғана болады деп ойлау мүмкінсіздер. Жоқ, ондай емес. Бұл жерде кез келген мән бола беруі мүмкін. Мысалы, жай бүтін санды да бола береді. Помните, алдыңғы сабақта біз мысалы бұл нөлді false деп қабылдайды да, ал бұл нөлден басқа сандардың бәрін true деп қабылдайды. Мысалы, бірді true деп қабылдайды, мысалы. Бұл екіні true деп қабылдайды. Мысалы, соны пайдалануға болады. Допустим, К тең, мысалы, 5, while К, мысалы, үлкен болғанша нөлден. Немесе просто бұлай қоясақ та болады. К. И К тең К минус 1. Бір санға кішірейе береді. Міне, бұлай істесек те орындалады жұмыс. 5 рет шығарып тұр міне. Мына жерде қараңыздар, ешқандай шарт жоқ. То есть, үлкен, кіші деген біз ешқандай операцияны қолданып тұрған жоқпыз. Бірақ бұл жерде жай сан тұр. 5, 4, 3, 2, 1, 0 деген сан болады. Просто Python не істейді, оларды нөлді false деп интерпретация жасайды да, қалған сандардың бәрін true деп қабылдайды. Міне, главный мына жерде true или false деген мән болса болды. Мына жерде сондай. То есть, мына бір мысал бар ғой, қараңыздар. Мына жерде сразу мәнді бере салдық, ешқандай айнымалы құрған жоқпыз. Себебі неге? Біз мына жерде өзе саламыз, break. Өткен жол Даниядан сұрақ қойып жүрсіз, былай, иә?
неге былай істеген кезде үзілмейді деген, иә? Иә, сол. Себебі қара, ана false деген жай мән ғой ол. Мысалы 12 деген сан болса, жай 12 деген сан. Бұл да мән, мысалы бүтін санды мән. Тура сол секілді нәрсе true false дегенде. Не просто былай сәл басқаша қарап ойлап қараңыздаршы. Мысалы жай сан. Сіздер санды жақсы түсінесіздер, бірінші класстан бастап өтіп келе жатсыздар. 12 деген бұл сан. Бұны программа тілдерінде обычно сан деп айтпайды, бүтін типті мән деп айтады. Мән. Мән деген сөз value, значение. Тура сол секілді 12-де 5 бұл float типті мән. Мысалы былай жазсақ, бұл жолдық типті мән. А егер былай жазсақ, мысалы false, бұл логикалық мән. Түсінесіздер ма? То есть значение бұл, value. Сендер қазір просто былай жаза салғанмен бір деп тұрмын, 12. Қандай мағынасы бар мына жерде? Просто 12 деген санды компьютер жаза түсіреді, басқа ештеңе істемейді. А егер сен с тең 12 десең, значит сен с-ны басқа жерде пайдалана аласың. Тура сол секілді мына жерде. С тең false десек, біз мына с-ны неяқта не істеп тұрмыз? Есептеп тұрмыз. Мына жерде шартта пайдаланып тұрмыз. Түсінесіздер ма? То есть с-ның мәнін не істеп тұр ол? Өзгертіп тұр. А с-ның мәні алдында қандай еді? True тұғым. А мына жерде оны не істеп жерде false айналдырып жіберді. Түсінікті ағай. Сондықтан просто мән ол егер біз мәнді басқа бір өрнекке жазсақ, онда мағынасы бар. Мысалы, былай жазуға болады. Мұның қазір мағынасы жоқ, әрине, бірақ питонда бұл жұмыс жасайды. 2 деген шығарады. Неге? Себебі true'де негізі true false деген жай үшін бұл литерал. None деген тоже литерал, мысалы. None деген тоже литерал. На самом деле бұның ішінде, мысалы, true'дің ішінде 1 деген сан сақталып тұр. False'да 0 деген сан сақталып тұр. Мысалы, бұл деген тип пен int деген тип екеуі бірдей, на самом деле, питонда. Екеуі туысқан. Мына 1, 0, 1, 2 деген шықты. На самом деле, просто мыналар үшін литерал. На самом деле, ішінде ол бүтін сан тұр. Оны енді ол қазір оған бас қатырмақ қойдыр, бірақ жайлы мән. Ағайна жерде К тең К плюс 1 деген ештеңе бермей ма сонда мағына? Жоқ, бұл жерде мағына тек қана циклды басқару үшін қолданып жатқан айнымалы, басқа ешқандай рөлі жоқ. То есть не үшін циклды басқарып жатыр деп айтамын? Себебі К-ның мәніне қарап, біз циклды қашан аяқталатын, немесе аяқталмайтын шешеміз. Түсінесіздер ғой? К әшейін мына жерде бір санға артып отырады, каждый итерация сайын. Қараңдар, мен қазір былай жазып қояйыншы араға. Print. Не деп жазсам болады? Бірінші итерация деп жазайын, иә? Қанша итерация. Қазір қараңыздар. Міне бірінші итерация, екінші итерация, үшінші итерация, төртінші, бесінші итерация. Просто К не істеп тұр. Жай үшін каждый итерация сайын, итерация деген сөз айналымы, циклдың бір орындалуы. Әшейін өсіп тұр. Яғни просто бір санға артып тұрады. Біз оны не үшін қолданамыз? Циклды басқару үшін. Басқа мағынасы жоқ. Кейбір жағдайда болады, мысалы бүгінгі есептер қазір тапсырмаларды көреміз. Бұндай айнымалыны, бұны айнымалы арнайы аты бар, счетчик деп атайды, немесе есептегіш айнымалы, санағыш айнымалы деп атайды, немесе циклдың параметр деп атайды. Кейде бір өрнектің ішіне қосып пайдалануға болады. Мына жерде ешқандай өрнекке қолданып тұрған жоқпыз. Единственный бұның мақсаты циклды қашан аяқтау керек екенін анықтау үшін қолданып тұрмыз, болды. Так. Мына жерде қараңдар, break деген просто үзеді, циклды тоқтатып тастайды. Бұл жерде тура сол.
біз не істедік, мына жерде true деп мән бере салдық. Егер мынау болмаса қазір, мынау болмаса, цикл бізде тоқтамай жұмыс жасай береді. Себебі не істейді? True өзгермейді. Жұмыс істей береді. Цикл аяқталмайды, тоқтамайды. Біз оны тоқтату үшін break деген арнайы команда бар. Циклды үзеді. Именно циклдан шығады бұл. Цикл тоқтатып тастайды. Шарт қойып отырмыз. Егер К бізде 5-ке дейін болса, цикл тоқтатамыз деп тұрамыз. Циклдан false арқылы шыға аламыз ба? Просто былай false деп шыға алмайсыңдар. False деген жаңа айттым ғой, просто ол мән, ол обычно 12 деген сан секілді. На самом деле онда false деген 0 деген сан. True тең false деуге бола ма? Былай болмайды. Бұның мағынасы, қазір айтам, былай мынандай секілді, мына қараңдар. 1 тең 0. Былай жазған, қалай саған, неестественно секілді ма? Иә. Тура сол секілді ғой мына. True тең false тең. False-ты бір айнымалға меншіктеп алып, сол айнымалым сан A тең true деп жазсақ. Мына жерде болады. Бірақ ол үшін не істеу керек? Мына жерде айнымалы тұру керек онда. Неге? Себебі айнымалының ішінде мән өзгеріп отырады. Егер қазір true деп қалдырсақ, ол өзгермейді. True не істей береді? Өзгермейді, ол просто мән. Айнымалы болу керек. Айнымалының мәнін біз не істей аламыз? Өзгерте аламыз. Айнымалының алдымен құрып алу керек, бастапқы мәнін былай істеуге болады. Былай істесек дұрыс болады. Түсінікті ғой, Ағай, мына есепте жаңа. Сол A-ның орнында true тұрды ғой жаңа, Мына жерде. While-дың қасында. Просто true тұрды, мына жерде, былай тұрды. Жаңа бастап қалбына қайтайықшы. Келдім. Жоғарға A тең false деп жазайықшы. A тең false. Ал break'ті өшіріп, A тең true деп. Бұл практически бұлай болады. Бірақ мына жерде цикл дұрыс істемейді. Неге? Мынау true болып тұра береді, қараңдар. Себебі қара, мынау қазір программа былай істейді да, міне. Программаны орындайды. Қатар бойынша орындайды ғой. Сосын мынаны орындайды. Сосын циклды орындайды. Циклдің бәрі бір оператор. Бір команда цикл деген. Түсін ба? Мынау бір команда болса, мынау бірінші команда. Мынау екінші команда. Мұнан бәрі үшінші команда. Енді қара. While-ға келеді да, не істейді? Ең бірінші шартты тексереді. Именно бірінші алдын ала шартты тексеріп алады. True болғандықта ол не істейді? Денесіне көшеді. Денесіндегі операторды орындайды. Мынаны шығарады. Сосын мынаған келеді. И араб орындай береді. Бізде мынау A деген айнымалы К тең 5 болған кезде орындалады true болып. Бірақ ешқандай мағынасы жоқ. Неге? Себебі мынаған қайтып программа келмейді. Ол тек мынау while-мен қайтып отырады. Мынадан аспайды ол. Мынаған келеді да, міне. Қайтадан trueға келеді. Сосын мынаны орындайды, мынаны орындайды. Сосын қайтадан мынаған келеді. Көріп тұрсыз, мына true вообще өзгеріп тұрған жоқ. Онда менің циклдың ішіне создать етсекші, жаңа присвоить етсек A-ға false-ты. Циклдың ішінде. Бәрібір. Неге? Себебі мынау өзгеріп тұрған жоқ. Ешқашан өзгеретін жағдай жасап тұрған жоқсың. Егер мына A десең, мынау басқаша тірлік. Сонда жаңа бір меншіктеп алған дұрыс қой, айнымалға. Себебі біз айнымалға мәнді өзгерте аламыз да, айнымалының ішіндегі мәнді өзгерте береміз. Ал мынау айнымалы емес қой, ол мәннің өзі. Мынандай сөз ғой, міне, 1 деген сөз. Мынау 1 деген өзгерте атқан жоқсың, сен өзгерте алмайсың. Ол 1 деген компьютер жадысында тұр негізі. Бірақ оған сен
ссылкаң жоқ сенің, оған әсер ететін адресті білмейсің сен, ол бірдің қай жерде тұрғанын. А егер сен айнымалы болса, мына мына жерде не істей аласың? 0 деп өзгерте аласың, мысалы, былай. Мен просто санмен беріп жатырмын. Сіздерге сан түсініктіре қою деп. Бірақ мына жағдайда тағы орындалмайды. Неге? Себебі мынау false болып тұр да. Себебі цикл көреді да, false екен дейді да, мынаны орындамайды. Ол үшін не істеу керек? True деп бастау керексің. Чтобы цикл денесін орындау үшін. Айнымалы мағынасы түсініп тұрсыңдар ғой. Айнымалы деген сен компьютер жадысындағы жаңағы мәнді сақтап қойған орын ғой. Соның адресі. Просто былай бір деп жұмыс істейтін болсақ, мынаны біз ешқашан өзгерте алмаймыз. Солай қалып қалады. Ал егер айнымалы қоятын болсақ, онда айнымалы мәнін өзгерте береміз мына жақта. Сәйкесінше мына жерге келген кезде аны көреді да, аның ішінде не бар деп ішіндегі алып шығады қайтадан. Енді түсінікті ма? Түсінікті ағай. Енді осыған жаңа ұқсас бір есеп бар. 16-шы есептің қасында 16. 16. Соны сразу түсіндіріп жіберіңізші. 16 ғой, 16. Так, ең натурал саны берілген, сол санның цифрларының арасында 0 болса, цикл жұмысты тоқтатып, қате сөзді экранға шығарады, біз санның өзін экранға шығар. Соның төбесінде ағай, жоғарысында. 15 ба? Мынау ма? Осы. Так, қара. Мынау жерде брейк қолданылған. Мына брейкті қолданбаған. Мына қараңдар. Бірінші брейкті қолданған көрейік. Так, ұзындығы n болатын сандар тізбегі берілген. Тізбектегі сандардың арасында тек біреуі 0-ге тең, 0 санына орналасқан орын табады программа жазады. То есть мынандай ғой, мына қараңдар. n саны беріледі алдымен, мысалы 5 деп берілетін болсақ, потом 5 санды енгізу керек. Программа бізден 5 рет сан сұрайды. Мысалы 12, 15, 0, 18, 20, осындай сандарды сұрайды. И бізден сұрап тұр мұны. Егер осы сандардың ішінен дейді, біз 5 деп көрсеттік, демек 5 санның тізбегі бар деп көрсеттік. 5 санды енгізіп шығуымыз керек. Осы сандардың арасынан 0 деген сан бар болса дейді, онда просто қай жерде орналасқан соны табу керек дейді. Қай орында? Мысалы, 3-ші орында орналасқан деп шығару керек экранға. Есептің берілген түсінікті ғой, Енді бұл жерде брейкті қолдануға болады. Неге? Себебі 0-ді тапқан кезде біз циклді аяқтауымыз керек. Сол үшін қолданамыз. Егер ол брейкті қолданбасақ, ол не істейді? Арғап жалғастырып кете береді. 0-ді арғап іздей береді. Егер мына жерде тағы бір 0 болып қалса, мысалы, тағы 0 болып қалса, онда біздің программамыз осы 0-дің адресін шығарады. То есть мынаны ұмытып кетеді да, алдында осының орнын сақтап қойды ғой, log деген айнымалға, L деген айнымалға. Ол не істейді? Соңғы тапқан 0-дің адресін шығарады. Егер брейкті қолданбасақ, циклді үзбесек. Сондықтан бұл жерде цикл брейк керек болады бізге үзу үшін. Или брейктің орнына басқа нәрсе ойлап табуымыз керек. Мына жерде басқа нәрсе ойлап табылған. Енді қараңыздар, программаға көшейік. N деген санды енгіземіз. N деген санды енгізген екен, ол бізге не береді? Циклдың n рет қайталауын мүмкіндік береді. I деген айнымалы, бұл циклды басқаратын айнымалы. Яғни I деген айнымалының көмегімен біз циклдың қанша рет орындалуын қадағалап отырамыз. L деген айнымалы бізде жаңағы 0-дің орнын сақтау үшін арналған айнымалы. Бастапқы мәнін 0 деп бере салдық. Себебі айнымалын құру үшін белгілі бір мәнді беру керек. Әйтпесе айнымалы құрылмайды питонда. Сол үшін I-ға да 0-ге де 0 деген санын бере салдық. Енді қара, алдымен циклді өсіріп алайық. Мәнді өсіріп аламыз. 1-ге мысалы. Мұнан әрине былай да жасауға болады. I-тен 1, L-тен 0 деп жасауға болады.
ол кезде айды не істеу керек? Былай төмен қарап жылжытып жіберу керек та, мына жаққа қарап. Былай қарап жылжытып жіберу керек. Біз 0 болғандықтан не істедік? Мына жақта алдымен өсіріп алдық бірден. Сөйттік та x-ті енгіздік. То есть x деген не үшін? 12, 15 деген секілді сандарды енгізу үшін, сандар қатарын. Потом сразу не істедік? Оны тексердік, 0-ге тең ба деп. Енгіздік та сразу тексереміз. Егер 0-ге тең болып қалса, онда не істейміз? L деген айнымалыға қай итерацияда ол, яғни қай итерацияда ол енгізілді, айды міне пайдаланамыз. Получается, қараңыздар, айды біз екі мақсатта пайдаланып тұр екенбіз. Бірінші мақсаты ол циклды басқару үшін, екінші мақсатта мына орынды санап тұру үшін. Егер 0-ге тең болып қалса, не істейміз? Орынды сақтаймыз да, L деген айнымалыға. И брейк деп үзіп жібереміз циклды. Бол, цикл тоқтайды бірден. Арра ол шартты тексермейді уже. Үзіледі. Бірден тоқтайды, циклдан шығып кетеді. Содан кейін принтқа келеді. Принт көріп тұрсыздар, мынау циклдан кейінгі тұр, иә? Мынау бірінші оператор, екінші оператор, мынаның бәрі үшінші оператор, и мынау төртінші оператор. И 0-дің орны дейді да, L-дің мәнін шығарады. Бұл түсінікті ма? Түсінікті ағай бұл. Бұл түсінікті. Енді қараңдар, брейкті біз қолданбай жасауға болады. Сіздер, наверное, структурный программирование деген нәрсені көп естіген шығарсыздар. Структурный программирование. Структурный программирование деген где-то 70-ші жылдар пайда болған нәрсе. Бұған дейін программалауда мынандай GoTo мен пайдаланатын. GoTo, ассемблердің тілдері әлі солай жұмыс жасайды. C-да, C++-да, Java-да даже бар. GoTo дегендер бар. Сосын brick деген бар. Ол тілдерде еще brick с меткасымен бар. Brick дейді да, бір белгі қойып қояды. Мысалы, Python'да қазір brick дейді да сразу шығып кетеді ғой. Оларда еще brick дейді да, қай жерден шығу керек екенін көрсететін адрестер бар. Continue деген нәрсе тура сондай оларда. Просто continue деген бар, еще continue с меткой деген бар. Бір жерден шығады да екінші жолға баратын. Просто Python тілінде ондай зиянды нәрселерді алып тастаған, ескі нәрселерді алып тастаған. То есть бұрынғы уақытта программалауда осы GoTo, brick, continue мен жұмыс жасаған негізі. Даже brick, continue кейіннен пайда болды, основном GoTo мен. GoTo деген сөз программаның бір жерден екінші жерге секіріп отырасың. Jump, яғни бір жерден екінші жерге секіріп. Оларда бұрынғы программалау тілдерінде шартты оператор, цикл деген нәрсе болмаған. Мысалы, программа орындалып келеді да, и бір жерге келген кезде не істейді, GoTo деп басқа жаққа секіріп кетеді. На самом деле ол программалау өте қиын. Негізі ескі бір программаны көрсетсем болады деді. QBasic деген бұрын біз өткенбіз. Ол да сондай GoTo секіріп отырады бір жерден екінші орынға. Негізі іздеп көрсеңдер болады. Вообще қиын программалау. Түсіну де қиын. Кейін программистер, ғалымдар структурный программирование ойлап тапты. Структурный программирование жай қысқаша айтатын болсам, осы while, if деген нәрселерді ойлап тапты былай шыққан кезде. Мынау ішкі конструкция, while, if дегендер. Бұның ішкі механизмі жаңағы GoTo тұр негізі. Структурный программирование негізгі идеологиясы мынандай міне. Continue, то есть GoTo вообще қолданбау керек дейді. Break, continue'ды шектеулі қолдану керек дейді. Себебі ол программаның жалпы структурасын бұзады деген мағынада айтады. Енді қараңыздар, брейкті қолданбай қолдануға болады деген мына жерде мысал. Бұл жерде біз не істедік? Бір finded деген айнымал құрып алдық. Табылды деген мағынаны береді, finded. То есть 0 табылды, 0 кездесті деген мағынаны. Ол жерге бастапқы мәні false-ға тең. Яғни әлі табылған жоқ, жалған. И шартта мына жерде біз сәл күрделі шарт қоямыз. Яғни бұл жерде уже логикалық өрнек. Яғни қарапайым екі шарттан құралған. Біреу I деген айнымалының мәні n-нан кіші болғанша, екіншісі not finded деген екінші шарты.
or, and, not деген біз өткенбіз, иә. Бұның мағынасы, жай қарапайым сөзбен айтатын болсақ, егер табылмаған болса деп тұр, not finded. Ал техникалық жағынан айтатын болсақ, міне not false болса не болады? True болып кетеді. Мынау екеуі не болып кетеді? True болып кетеді. Раз мынау true болса, и мынау да true болса, не істейді? Цикл орындалады. Сол үшін не істейміз? Not finded. Ал енді егер табылған болса не істейміз? Я табылды деп true деп мән береміз. True деп мән беріп жедік. И мына жерде не істеді? Not finded. Мына жерде true болып кетеді ғой. True болып кетеді. И бұның нәтижесі бізде false болып қалады. Ал and деген операторда екеуі не болу керек? Екеуі де true болса ғана true болады. А біреу false болып қалса, бұның нәтижесі не болып кетеді? False болып кетеді. Бұның нәтижесі false болып кетеді. И сөйтіп цикл жұмысын аяқтайды. Сол үшін бұл жерде біз not finded осылай пайдаландық. Яғни брейкті қолданбай жасадық осылай. Давайте онда. Тағы қандай сұрақ бар? Қазір 10 минуттан көзіледі екен, осы қайт қосыламыз, иә? Давайте бір есептен... Басқа сұрақ жоқ. Все, онда есеп шығара бастайық, иә? Так, бірінші есеп шығарамыз. Өз есімінде экранға 10 рет бір қатарға шығар дейді. Бір қатарға шығаратын команда бізде қандай еді? Мысалы, менің есімім Дәулет. Қараңдар, print Дәулет деп жазсам мені. Менде екі қатарға шығып кетеді. Дәулет. Даже екеуім бір қатарға жазатын болсам да. Дәулет екі қатарға шығады. Ол үшін мен мына жерде print деген функцияның end деген аргументі бар. Мына жерде подсказка тұр, мына қараңыздар. Value sep деп тұр. Сосын мына жерде end деген тұр. End деген аргументі бар. End деген сөз Дәулет деген сөзді, яғни мәнді шығарып болғаннан кейін, біздің курсор қайда жылжу керек, соны көрсетеді. Курсор деген сөз келесі жолды көрсетеді, қай жерден шығу керек екенін анықтап тұратын нәрсе. Сондықтан мына жерге мен не істеймін? Просто пробел қоямын. Енді қазір орындасам, Дәулет, и менің end деген курсор қойды да, курсорым не істеді? Пробел қойды, сосын барып шықты Дәулет деп. Демек, бір қатарға шығару үшін мен не істеу керек? Мына аргументті пайдалану керек. End деген. Дәулет деп шықты. Енді маған осыны 10 рет қайталау керек. Мен енді 10 рет принтті жазбаймын ғой. Маған цикл керек болады. Сондықтан маған бір print жетеді. Мен циклды пайдаланамын. While. Біз пока тек while өтіп жатырмыз, сол үшін while пайдаланамыз. Енді қараңдар, маған бір мына жерге шарт қою керек. Шарт мен обычно былай істесем болады, бір айнымалы мәні 10-нан кіші немесе тең болған деп қоюға болады. Демек, біз циклды сыртында, яғни циклға дейін бір айнымалы құрып алуымыз керек. Көп жағдайда 1-ге тең немесе 0-ге тең деп анықтап алады. Енді принтті мен циклдың денесіне кіргіземін. Мына циклдың денесіне кірді. Енді I деген айнымалыны мен өсіріп отыруым керек. Неге? Себебі оны өсіру арқылы мынаны неге айналдырамын? False-қа айналдырамын. Яғни 10 рет Дәулетті шығарды. Сіздер өз есімдеріңізді шығарасыздар. Егер есепке қатысты сұрақ болса, сұраңыздар, мен қайтадан түсіндіремін. Кеттік келесі есепке. Так, екінші есеп.
n санының факториалын табатын программа құрыңыз. Факториал деген мынандай нәрсе ол. Неше қойсайын. Мысалы 5-ті факториал деген сөз сол санға дейін көбейту. Бұл жерде қараңыздар. Цикл болады. Неге цикл болады? Себебі бір айнымалы құрайын деп отырмын. Мысалы, бір ай деген. Сол ай деген айнымалы бізде өсе береді. Ай тең 1 болады, потом ай тең 2 болады, одан кейін 3 болады, одан кейін 4 болады, 5 болады. Мен солар бір-біріне көбейтіп отыруым керек. То есть ай деген бір айнымалы құрсақ, және оны цикл арқылы берсек, бір какой-то n деген нәрсе. N деген санын енгізіп аламыз. Негізі факториал деген өте қауіпті нәрсе, жылдам өседі ол. Енді питонда более безопасный, себебі питонда санымыз шексіз сақтай береді. Басқа тілдерде өте қиындау. Қараңыздар, айды біз не істеу керек? Көбейтіп отыруымыз керек. Бірақ неге көбейтеміз? Бір нәрсеге көбейту керек. Қойты бір нәрсеге. Ол нәрсе, мысалы, 1, 2, 3 деп атқанымыз бұл айнымалы. То есть ай бұл. Міне ай бізде өсіп отыр. 1-ге тең болады, потом 2-ге тең болады, потом 3-ге тең болады. Біз просто не істеуіміз керек? Осы көбейткен нәтижесі сақтап отыруымыз керек. Мысалы 1 мен 2-ні көбейттік па? Сақтауымыз керек. Потом бұны нәтижесін 3-ге көбейтуіміз керек. Оның нәтижесін 4-ге көбейтеміз. Получается, біз тағы бір айнымалы құру керек. Мысалы f-ті құра салайық. Бастапқы мәнін 1-ге берейік. Себебі көбейту болғасын бізде не болу керек? F-қа көбейтейік мұны. Міне 1 көбейту 1 болады. И бұның нәтижесін біз сақтауымыз керек. Сол F-тің өзіне қайтадан сақтаймыз. Міне 1 көбейту 1 болады. F-ке сақтаймыз. Қайтадан 2 көбейту 1 болады. Қайтадан F-қа сақтаймыз. 3 көбейту 2 болады. 6 F-қа сақтаймыз. 6 көбейту, то есть 4 көбейту 6 болады. 24 болады. Осылай кете береді. Мына өрнектің просто жаттап алыңыздар, иә? Мынандай нәрсе секілді, міне S плюс I деген секілді. Осыған ұқсайды. Просто енді циклды аяқтау үшін біз не істеу керекпіз? Бір санға арттырып отырамыз. И бәрі біткеннен кейін циклды есептеп болғаннан кейін біз экранға не істейміз? F-ті шығара салаймыз. Өткенше F форматымен шығарсақ болады. N-нің несі, факториалы тең болады. Тең болады. F-қа деп, осылай жазсақ болады. Мысалы 5 теңізсек 120 шықты. Түсінікті ғой, келесі өршек, егер түсініксіз болса сұраңыздар. Так, n натурал сан берілген, сол санда неше тақ цифр бар дейді. N натурал сан берілген мұны. N натурал сан берілген. Так, осында неше тақ цифр бар. Біз өткен жол мысалды қарастырған едік қой мынаяқта. Типа мынау секілді. Санның цифрын анықтау үшін не істеу керек? Бұлай бөлшектейміз, иә? Санның өзін азайту үшін 10-ға бөліп отырамыз. Осы екі өрнекті пайдаланамыз. Демек, цикл пайдаланайық. Қараңыздар, қайтадан цикл көшеміз. Бұл жерде қараңыздар, шартты біз ешқандай бір айнымалы қажет емес мына жерде былай. Циклды басқаратын айнымалы қажет емес. N-нің өзімен жұмыс жасауға болады. Бұлай жұмыс жасауға болады. 0-ге тең болмаса деп. Неге? Себебі біз N-ді не істейміз? 10-ға бөліп қысқарта береміз. Мысалы, бізде N, допустим, 128 болсын. N 128 болсын. N-ді біз қазір 10-ға бөлейік.
n-тен n бөлінген 10. n-нің нәтижесін шығарайық. 12 болды. n-ді қайтадан 10-ға бөлейік. n-нің нәтижесі бізде 1 болды мұны. n-тен n бөлінген 10. n-нің нәтижесі бізде 0 болды. Осылай қысқарып отырады. Яғни циклдың шартынан соны пайдалансақ болады. Енді бұған дейін біз не істеп алу керекпіз? Санның қалдығын тауып алу керекпіз. Соңғы цифрны. Мысалы, мына жерде не болып тұр? 8 шығады, Одан кейін ол қалдығын тауып болғаннан кейін шарт қойып тексереміз. Ол тақ па? Ол қалдығы бізде тақ па? Яғни 2-ге бөлген кезде ол 0-ге тең болмай ма? Көп студенттер былай тексереді, 1 ма деп. Бұл негізі бар уақытта дұрыс болмайды. Кей кезде қалдығы 2-ге тең болып қалуы мүмкін. Сондықтан лучше 1-ге тең емес, 0-ге тең емес деп тексерген дұрыс. И не істеуіміз керек? Санауымыз керек. Демек, санайтын бір айнымалы құрып алайық неға. Мысалы, S деп, counter. S-тен S плюс 1. Санап жатырмыз бұны. Егер мұнау тақ болатын болса, демек, S-тің мәнін бір санға арттырамыз. Так, вроде программа шықты есеп. Енді просто не істейміз? S-ті экранға шығаруымыз керек. Print. Жауап бізде тақ сандарын, тақ цифрларын саны. Мысалы, бір сан енгізетін болсақ, 12, 45, бізде 2 тақ сан бар. Сұрақ болса, сразу қойыңыздар. Так, 4-ші тапсырма. Так, берілген тақтадан енгізілген бүтін сандардың жұп сандарының қосындысын есептейді программа қойыңдар. Бұл жерде қараңыздар, шарты аздап өзгереді. Просто біз сандарды енгізе береміз. Әртүрлі сандарды енгізе береміз. И программаны аяқтау үшін бір определенный сан енгізу керек. Мысалы, бізде, допустим, 0 деген сан енгізсек, программа аяқталу керек, мысалы. И бізге есептің жауабын шығарып беруге, жұп сандарын қосындысын есептейтін. Бұл жерде шарты енді біз қанша сан енгізетін белгісіз. Алдын ала білмейміз қанша сан енгізетінді. Тек белгілі бір маркер болады, мысалы 0 немесе минус сандар қоюға болады, мысалы минус 1 деген секілді. Сол сан кездессе ғана біз цикл тоқтатамыз. Демек, шарты бізде азап өзгеріс болады. Қараңыздар. Алдымен санды енгізіп алайық. Қараңыздар, бір санды енгіземіз. Циклға дейін бір рет енгізіп аламыз. n-тен. Сөйтеміз да, циклды шартта тексереміз. Бұл n деген 0-ге тең ба, мысалы? Егер 0-ге тең емес болса, онда біз циклда ішіне денесіне кіреміз. А егер 0-ге тең болып қалса, онда все, аяқтаймыз. Циклға вообще кірмейміз. Циклда мына жерде бірнәрсе жазу керек. Мен пока паст деп қоя салайын. И мына жерде біз не істеуіміз керек? Нәтижесін шығару керек. Нәтижесі обычно біз суммасын табу керек деп тұр. Демек, какой-то бір сум деген айнымалыны пайдалану керек. Общий алгоритм осындаймын. Санды енгіземіз. Циклда пайдаланамыз. И нәтижесін print деп шығаруымыз керек. Цикл аяқталғаннан кейін. Мына жерде демек бізге сум деген айнымалы қажет болады. Бастапқы мәні 0-ге тең. То есть ешқандай суммасы, то есть бастапқы мәні суммасы 0-ге тең. Енді циклдің ішіне жазамыз. Циклдің ішінде шарт тексереміз. Біздің n деген санымыз жұп па? Яғни оны 2-ге бөлген кезде қалдығы 0-ге тең бола ма? Егер тең болатын болса, онда оны не істейміз?
сум деген айнымалыға жинақтаймыз. То есть бұрынғы есептелген мәніне соңғы мәнді қосамыз да, одан қайтадан оны сумға сақтаймыз. Так, бұл біткеннен кейін не істейміз? Бұны біз тексеріп болғаннан кейін n деген санды қайтадан енгізуді сұраймыз. Мынаның копиясын аламыз былайша айтқанда. n-ді қайтадан сұрайды, енгіземіз. И мына жерден тағы тексереді, нөлге тең емес па деп. И осылар қайталана береді. Тексеріп көрейік мұны. 12, 45, 26 мысалы. 45, 78, 15 и 0. 0 енгізген кезде сразу тоқтады. Себебі ол не болып қалды? Мына шартты бұзып жіберді. Біз шартымызда нөлге тең емес деп тұрмыз. Ол нөлге тең болғаннан кейін тоқтайды. Так, келесі 5-ші тапсырма. Так, қала тұрғындарының саны жыл сайын 3% артады. Так, 83 қала халқының саны 65 мыңға жетті. 99 жылға дейін жыл сайын қала тұрғындарының саны экранға шығаратын программа жазыңыздар. Так, қараңыздар. Бастапқы мәні, мысалы, А тең бізде 1983 болсын. 1983. И біздікі шартымыз не болады? Пока біздің айнымалымыздың мәні 1999-ға жеткенше. Оған дейін кіші немесе тең болу керек. Так, қала тұрғындарының санын белгілі бір айнымалға сақтап қояйық. Мысалы, айнымалының саны бізде 65 мың болсын. Бастапқы мәні. И біз не істеуіміз керек? Мына циклдің ішінде есептеуіміз керек. Жыл сайын 3%-ға артады. Какой-то бір 0,3-ке артып отыр. Және бұны экранға шығарамыз. И А бізде не істеу керек? Бір санға артып отыру керек. Біздің циклымыз аяқталу үшін. Шығарып көрейік. Скорее былай істеген дұрыс шығар. Бір жыл өсіреміз, сосын өсіреміз, Давайте былай жасайық. Қай жылы екен? F форматты шығарған ыңғайлы болады. Жылы қала халқының саны тең болады S-қа. Так, 2000 кіріп кетті ма? Примерно осылай шығады. Сұрақ бар ма? Жоқ, ағай. Кеттік онда. Бірден 100 мыңға дейін 3-ке бөлінетін барлық математикалық шығындар дейді. Бұл да жеңіл, Қараңыздар, циклда бұл жерде не істеуге болады? Дәулет, кешір. Ана жерде 104 мың. Сұрай бер. Алма дауысын естімей қалдайын.
мынандай көп цифр емес, тек бір ғана цифрлар шығарғым келсе, или екі цифр ғана. Мына жерде форматты не істеу керек, өзгерту керек, иә? Нүкте 2F мысалы. Сіз жылына істеп қойдық қой. Бізде жылына істеп қойдық. Алмашып кетті. Жарайды, жалғастыра берейік мұнда. Так, келесі. Үшке бөлінетін барлық нақты санаттарында дейді. Но бұл жерде тоже айнымал бізде өсе береді. Ай деген айнымал міне. Так, айнымал бір, қазір 1 минут. Айнымал бізде не бол? Мыңға кіші болу керек, иә? Уже алдын ала беріліп қойған. Егер дейді, үшке бөлінетін болса деген сөз, қалдығы нөлге тең болса деген сөз. Экранға шығар деп тұр, табындар деген сөз, экранға шығарыңдар деген сөз. Просто айды шығара саламыз, болды. И циклды аяқталу үшін не істеу керекпіз? Бір санға арттырып отыру керекпіз. Ұмытпау керек осыны. Бір қатарға шығарайық. Үшке бөлетін сандар. Так, бұл түсінікті шығар. Сұрақ болса қойыңыздар. Так, мынау да өте жеңіл. То есть уже анықталып қойылған. Қанша рет орындалу керек екенін білеміз. 32 кейін орындалу керек дейді. 32 кейін орындалу керек. Не істеуіміз керек? S плюс I деп жинақтау керек. S-тің алғашқы мәнін беріп аламыз. И I бізде не істеу керек? Өсіп отыру керек. Алма жаңа бір сұрақ қойдыңыз ба? И суммасын табамыз, иә? Бес 27 екен. Тексеріп көрейік, просто 8 кейінін қосып көрейік, қанша болады екен. Қате, почему-то. 8 кейін емес бізде. 2 саннан артып отырады екен ғой. 3 саннан артып отырады. Так, енді дұрыс болды, иә? Так, сұрақ жоқ болса, келесіге көшейік. Так, мынандай өрнек берілген. 1 азайту 2, 1 азайту 3, 1 азайту n. Так, n деген санды енгіземіз. И мына бір өрнекке саламыз. Біздің циклымыз n рет қайталану керек. Демек, бір айнымал құрамыз I деген мысалы, ол n-ға шейін орындалу керек деп қоямыз шартты. И шарттың ішінде мынандай өрнек жазамыз. Мысалы, давайте мен S или F дей берейін. Или S дей берейін жарайды. S-те бізде не істейді? 1 азайту I деп тұрмын.
Притом ай бізде бірден емес, екіден басталады екен. Бір азайту екі, көбейту, бір азайту үш, көбейту, бір азайту төрт кете береді. Демек, алдыңғы мәнінен көбейтіп отырамыз. Яғни мынаны көбейттік. Сосын S-ке сақтап қоямыз. S бізде бірге тең деп алайық. Одан кейін екіншісінде бір азайту екі, көбейтеміз бұрынғы есептеліп қойылған мәнге. 1 минус 1 деген, 1 минус 2 деген бізде есептеліп қойған. Ай бізде не істей беру керек? Өсе беру керек. Print бізде есептелу керек. Так, тексеріп көрейік. Мысалы, мынандай бір өрнек болсын. Мысалы, мынандай өрнек болсын. Так, бір азайту екі, көбейту, бір азайту үш, көбейту, бір азайту төрт болсын. Так, мынаны есептеп көрейік. N бізде 4 кетен, нәтижесі бізде минус 6 болу керек. N-тен 4-те минус 6 болды міне. Значит, есебіміз дұрыс. Сұрақ бар ма? Жақ, келесі сонда. Так, 3x квадрат минус 5x минус 9 деген функция берілген. Минус 3-тен 3-ке дейінгі диапазондағы мәндер кестесін экранға шығаратын программа жасында. X деген бізде өзгеріп отырады. Оның өзгеріс қадамы 0,5 кетен. Y-ті біз есептеп шығаруымыз керек. Қараңдар. X-тің мәні бізде минус 3 кетен бастапқы мәні. Бізде мына жерде шарт қойымыз керек. Мына жерде бір шарт қойымыз керек. Бақа шартты қоя тұрайық. Ең бастысы Y не істейді? Есептеу керек. Y-тен мына формуланы жазамыз. X квадрат. Азайту 5 көбейту X. Азайту 9 дейді. Каждый раз біз не істеу керекпіз? X-тің мәнін арттырып отыруымыз керек. X-тің мәнін 0,5-ке артып отырады. Ең соңында бізде не істеу керек? Print Y-ті шығаруымыз керек. Y-ті шығаруымыз керек. Демек, шартта не істеуге болады? X бізде 3-тен кіші немесе тең деп қоюға болады. Ақыры минус 3-тен 3-ке дейін өседі ғой. Так, барлық аралықтарын бәрін шығарымыз келсе, онда былай істейік. Так, F форматтарын жазайын. Енді дұрыс болды. Мына шарттарға мән беріп отырыңыздар. Шарт құрастыру өте маңызды. Жалпы цикл деген сөз ең бастысы шартты құрастыра білу керек. Так, келесі
келесі есепте тура осындай. Осының копиясын алсам да болады. Үйде негізі өздеріңіз міндетті түрде шығарыңыздар, жарай ма? Сонда сіздерде оқудың эффекті пайда болады. Тиімсіз болады сіздерге. Осы екі есеп қалып кетеді ағай. Ал? Осы екі есеп бойынша түсінбедім. Енді түсінікті болып жатыр. Осы есеп па? Так, 1-ге дейін не? 0,1 қадам дейді мұны. И формуласы өзгерген, не? 4х 4 көбейту x-тің кубы минус 2x квадратты. Бүйтіп жазсаңыздар болады. Плюс 5. Так, өте көп сан шығады екен, мына жерде былай. Бұл мынау шектеп қойып жатқаны мынау. Просто Jupyter'ның несі ғой. Jupyter шектеп тастап жатыр, мынау өте көп сан шығады деп маған size лимит беріп қояды. И мына жерде форматтайық, мынандай майда сан шығып кетеді екен. 3 цифрдан ғана шығарайық. Ну, тоже әдемі емес, иә. Ең соңында 0,9-ға шейін есептепті. Негізі 10 деген бөлшек санмен жұмыс жасамайды, қараңыздар. Постоянно ашық шығады. 0,9, 0,015 шықты. 1-ге дейін есептемей тұр ғой. Циклдан шыққаннан кейін тағы бір есептеп көрейік. И бір есептедім. Так, енді толық дұрыс. Мынаған түзетуге бола ма? Жаңа көбейту кестесінде түзетіп едік қой, жаңа қос нүкте үлкен 2-ден деп. Үлкен 2-ден қайсысы? Шартты айтып жатсың ба? Көбейту кестесінде шығардық қой, жаңа түзулеп қисық болып шығып еді ғой. Просто бір қатарға шығаруға болады, әрине. Теңестіріп, иә. Мына жерде қараңыздар, мына қойты бір 2 цифрмен аяқтау болады. Негізі бөлшек сандармен жұмыс жасаған кезде, мысалы, нақты болмайды жауап. Мына обычно 0 шығу керек қой, 0 шықпайды, какой-то 0,0000 сосын бар 5 шығады. Мына жерде сондай болып тұр ғой, мына. Біз 0,1 санға қосып отырамыз. И бізде мысалы 2-де 1 шықпайды, какой-то 2-де 1, 9 шығып тұр. То есть нақты сандармен жұмыс жасаған кезде осындай проблемасы бар. Сол үшін Python'да decimal деген еще тип бар. Float'тан басқа decimal деген. Ол фиксированный. Ол жер обычно финансовый расчетта сондаймен жасайды да, decimal деген секілді. Десятичный запись деп атайды немесе. Так, 11-ге көтерейік. Қосынды 1000-ға артық болғанша. Я тыңдап тұрмын. X-ті мән, decimal мән форматына қалай келтіруге болады? Float'та емес. Float'та емес, ол үшін decimal'да ма? Форматы берілмей тұр ғой, да?
жоқ формат емес, ол именно десимал деген формат тип бар ондай. Қалай енгізуге болады бұл жерде питонда? Ол үшін құру керек десимал дегенді. Алдын ала шақырып функцияны float деп сипаттап кетеді ғой, есептеп. Былай құру керек, ол үшін десимал бүйтіп құру керек. Сосын барып есептейміз. Типа мынау десималымызды, мынау десимал арқылы жасап отыр. Мысалы, қазір мыналар десимал түрінде көретін болсақ, copy paste жасайын. Мына жаққа жасай берейін, Обычно бұл десималды тек қана денежный расчет, сондай точность керек болған кезде ғана қолданады. Нөл бүтін нөл шықты бәрібір. Неге мынада ашық шығарып тұр? То есть ашық емес, точно нөл деп шығармай тұр. Мына 0,1-дің өзің, олар float қой. Алдымен float қып құрып алады да. Сосын қайтадан десимал қып құрады. 1-дің минус 17 дәрежесі деп шығарып тұр бәрібір. Негізі float-тың проблемасы осында. Үлкен нәрсесі. Жарайды, кете берейік, иә? Так, 11-ші есепке көшейік. Десималдан басқа еще fraction деген бар тағы да. Fraction деген тип бар. Так. Қосынды 1000-ға артық болғанша дейді. Қараңыздар. Қосынды есептейтін S деген айнымалы құрып алайық. Циклымызда дейді. 1000-нан артық болғанша деп былай шарт қоямыз. 1000-нан артық болғанша. Шартты біз не істеп жатырмыз? Есептеудің нәтижесіне байланысты қойып жатырмыз шартты. И каждый раз біз не істейміз? Енгізіп отырамыз. И S деген айнымалға жинақтап отыра береміз. Потом шартын тексереміз. Қайтадан енгіземіз. Қайтадан тексереміз. Давайте тексеріп көрейік. Мысалы, 100 деген санды енгізіп көрейік. 125 енгізейік. 187. Соңғы нәтиже шығармадық қой. Давайте промежуточно шығарып отырайық. Мысалы, 100 енгіземін. 450 енгіздім. 45 енгіздім. 782, 560. 1000-нан асқан тоқтадым. Соңғы расчет есептеп барып тоқтады. Түсінікті ғой, бұл есеп. То есть 1000-нан артқанша не істей береміз? Енгізе береміз. А егер 1000-нан аспау керек болатын болса,
бәрі нәтижесі мыңнан асып кетуі мүмкін. Себебі бәрі есептейді, сосын барып тексереді. Есептейді, сосын барып тексереді. Былай қоюға болады, иә, мыңға жетпей. Бірақ ол да факт емес, мыңнан асып кетуі мүмкін бәрібір. Себебі соңғы рет тексерген кезде ол мыңға жетпей тұрады. Бірақ мысалы x-ті біз үлкен сан енгізіп жібереміз. Ол не істейді, асады, сосын барып тағы тексереді да, шарт дұрыс емес деп тоқтайды, бірақ s-тің нәтижесі не болып кетеді? Бәрі асып кетеді. Егер мыңнан аспау керек принципиальный болса, онда не істеу керек? S-ті алып тастау керек, қайтадан x-ті соңғы енгізген нәрсені. Сосын барып принт шығару керек. Бұлай істеуге болады егер. Мыңнан асырмау керек болса егер, точно. Так, келесі. Түсінікті. Так, 26 мен 88 аралығында орналасқан жұп сандарының қосындысын есептейтін программа жазыңдар дейді. Бұл да жеңіл. Алдыңғы есепке ұқсайды. Шартымыз бізде не болады? 88-ге дейін болу керек. И бірінші тексереміз. Ол жұп сан ба? Егер ол жұп сан болса, онда не істеуіміз керек? Қосындысын табу керек біз. S деген айнымалға жинақтаймыз. Егер жұп сан болмаса, онда ешнәрсе істемейміз. Нәтижесін біз не істеу керекпіз? Экранға шығаруымыз керек. Так, мен қате жібердім, себебі цикл бізде аяқталмайды. Тексеріп көрейік, мына жерде бір өте аз сан берейік, мысалы 30-ға дейін берейік. 26 қосу 28 қосу 30. 84 шығу керек. Значит, дұрыс. Так. Келесі. Так, 14 сан енгізіңдер дейді. Теріс және 10 сандардың санын есептейтін программа құрыңыздар. Тура алдыңғы есепке ұқсайды мына жерде. Мынау есепке ұқсайды. Так, бұл емес. Мынау есепке ұқсайды мұны. Так, 14 санын енгізіңдер деп тұр. Уже белгілі бізде қанша рет орындалу керек екен. 14 санды енгіземіз. Бізде ай бізде не істеу керек? Өсіп отыру керек. Енді қараңыздар. Біз тексереміз. Егер біздің енгізген санымыз 10 сан болатын болса, 0-ді қосып есептегенде дейді. 10 сан болатын болса, онда біз не істеу керек? Бір 10 деген айнымалы құрып қоямыз, соны арттыру керекпіз. Болмаса, теріс деген айнымалыны мәнін арттыру керекпіз. Демек, бұған дейін біз не істеу керек? 10 және теріс деген айнымалылар құрып қою керек. Так, барлығы біткеннен кейін экранға 10 сандарды шығару керек. Және теріс сандарды шығару керек. Он 14 санды енгіз дейді.
Әйтеуір енгізіп жатырмын. Енгізіп жатқанды шығару керек қазір. Так, кажется, біз бүгін түгел аяқтай алмайтын секілдіміз. Қай есепте жүрміз? 15-те жүрміз. Бізде 35 есеп бар. Хотя бы жартысынан өтейік. Қалған жартысын келесі сабақта қалдырамыз. Келісесіздер ғой? Яғни. Аяқ жағында есептер сәл қиындау. Сәл күрделене береді. Хотя бы 20 есеп кейін көрейік. 20 есептен кейінге қалдырайық. Мына 20-ға дейін көрейік. 20-дан кейін келесі сабақ қалдырамыз. Так, мына есепте мен не істеуім керек болды? Жаңа x-ті тоже шығарып тастауым керек болды. Былай істегім келген том. Просто x-ті шығарамын, and пробел қойып. Так, 14 емес, давайте 10 сан болсыншы. Так, 12, 45, минус 45, 89, 47, минус 23, 12, минус 5, 0, 2, так, 7-еуі 10 сан, 3-еуі теріс екен. Так, келесі есеп. Так, бір жасушалы амеба әрбір 3 сағатта 2 жасушаға бөлінеді. 3, 6, 9, 12, 24 сағатта қанша амеба болады анықтаңдар дейді. Бізде уже қанша рет орындалу керек екені анықталып қойылған. Давайте бірден бастайық. Бізде ай не істеу керек? 24-тен аспау керек. 24-тен аспау керек. И біздің айымыз 3 саннан артып отырады. Так, амебаның санын бір айнымалға белгілейік. Мысалы, А-1 деп белгілейік. И каждый 3 сағатта ол не істейді? 2-ке көбейіп отырады. Екке көбейіп отырады. Бұлай істеп қояйық онда. Сағатын жазайық, мына жерде айды шығарайық. F формат. Айды шығарайық. И амебаның санын шығарайық, мына жерде А. Так, мына жерін 0 бастаған дұрыс болады ойын. 0-ші сағат, 3 сағаттан кейін ол 2 болады. Так, көрейік. Так, 3 сағаттан кейін ол 2 болады. 6 сағаттан кейін 4, 8, 16, 24 сағаттан кейін 256 болады. Так, 27 бізге керек емес. На самом деле, бұлай болмай ма? По-моему, осындай болады.
тексеріп көру керек, мына жерде асықпай отырып. Может, скорее осындай болады. Әрқайсысы көбейетін болса 9 болады. Вот жаман көбейеді екен, 24 сағатта. Так, 15 есептеу көрейік. Так, формула берілген, сол формуланы табу керек. Қараңыздар, n деген енгізу керек. Так, бізге p-ны есептеу керек. Демек, бізге n рет қайталауымыз керек циклымызды. И n рет қайталаған кезде біз формула бойынша есептеу керек. Бізде формула қарапайым. 1 қосу n-нің квадраты. Бізде n-нің орнына не істеп жүр? i-дің квадраты. И бұның шыққан нәтижесін біз көбейтіп отыруымыз керек. P-ға. Так, егер p-ны біз тем 1 деп алсақ, i-ды біз сразу 2-ден бастасақ болады. Яғни мына бірінші бөлігі уже бәрі 1-ге тең. 2-ге тең екен, 1 қосу, 1 бөлінген 1, 2-ге тең. 2-ге тең. Көбейтеміз формула бойынша. 2-нің квадраты, потом 3-дің квадраты болады, потом 4-дің квадраты болады. Ең соңында p-ны шығарамыз. Түсінікті ғой, яғни p-ны алдын ала есептеп алдық, бірінші мәнді 2-ге тең, p тең 2-ге тең. И цикл бізде 2-ден басталады. Неге? Себебі уже мына біріншісін есептеп қойдық. 2-ден бастап жалғастыра береміз. Әрине p-ны былай істеуге болады, әрине. p тең 1 деп, i тең 1 деп басынан бастауға болады. Просто бірінші мән уже белгілі. Сол үшін не істеп жатырмыз? 2-ден бастап жатырмыз. Сұрақ бар ма осы есепке? Осыған ұқсайтын есептер бар бізде. Кетті, рап. N бізде мысалы 4-ті көрейік. Тексеріп көреміз. 1 қосу 1. Қосу 1 қосу 1-дің 4. 1 қосу 1-дің 9-ы. 1 қосу 1-дің 16-сы. Сәйкес келмей қалды. Мына жерде ағай сіз қосу қойып қойдыңыз, негізі көбейту деп берілген. Көбейту екен ғой. Сәйкес келеді екен, значит, дұрыс. N4 болған кезде дұрыс шықты. Так. 16 тапсырмаға көшейік. По-моему, осыны есеп шығарған секілдіміз ғой, жаңа. Шығарған жоқпыз ба?
Так, бір натурал сан енгіземіз. Екі осы санның цифрларында жаңа осыған ұқсас тақ цифрларының санын шығардық қой, соған ұқсайды. Алдыңғы бір мысалда санның тақ цифрларының санын табыңдар деген есеп болды. Тура соған ұқсайды. Не істеу керек біз? Қалдығын тауып аламыз. Потом тексереміз ол қалдықты. Нөлге тең ба? Бұл брейкке пайдалану үшін жасалған нәрсе ол, значит. Егер арасында 0 болса, онда не істеу керек? Брейк жасау керек. Циклды үземіз. Қатез деген сөз шығару керек дейді. Егер ешқандай үзіліс болмаса, онда просто санның өзін экранға шығар дейді. Так, мына жерде енді қосымша бір нәрсе істеу керек. Қараңыздар. Бір шарт тексеру керек. N бізден 0-ге тең болды ма? То есть аяғына шейін тексерді ма? Притом қазір бұл жерде мынау шарт қазір қате болуы мүмкін. Егер ол аяғына шейін тексерген болса, онда 10-ға бөліп отырсақ. Экран санның өзін шығар дейді. Мен қазір санды өзгертіп жатырмын ғой. Онда былай істейік. N-ның копиясын алып алайық. Мына жерде M-ді пайдаланайық. Мына жерде M-ді пайдаланайық. Мысалы, мынандай сан болатын болса, бұл нормально шығады. Так, 1287 болса, мысалы нормально шығады. Мен бөлмеппін ғой. Мың 287 болса, мысалы, нормально шықты. Так, мысалы 12.08 болса, тоже нормально шығу керек. Қате деген шығу керек. 12.08. Қате шықты. Егер 0-мен аяқталып қалатын болса, қазір бізде нормально шығу керек ондай. 1280 қате деп шығу керек. Онда есеп дұрыс. Егер мен қазір мына жақта есептейтін болып қалсам, дұрыс емес қалуы мүмкін. Бұл жақта дұрыс шықты. Дұрыс есеп. Так, келесі. Сұрақ бар ма? Так, 17-ге көшейік. Натурал сан берілген. Сол санда кездесетін барлық P цифрны өшіріп таста, және шыққан санды кері ретпен шығаратын программа құр. То есть есеп мынандай ғой міне. Бір натурал сан берілген, мысалы 452 болсын. И біз P деген цифрды енгіземіз, мысалы 5 деген цифрды енгізейік. 452-ден мысалы біз 5 алып тастайтын болса 42 қалады. Бірақ біз экран 42-ні шығармау керек, 24 қып шығару керек.
түсінікті ғой, берілген есептің. Шығарып көрейік. N деген санды енгіземіз. N. Бізге давайте копиясын алып алайық санның. И while цикл жібереміз. M бізден нөлге тең болмағанша не істей беруіміз? Есептей беру керекпіз. Бізге еще P деген санды енгізу керекпіз. P деген цифр бұл бізде. Input P. Яғни қандай цифрды өшіру керек? Так, қалдығын тауып алайық. Және ол біздің қалдығымыз P деген цифрға тең болса, давай былай істейік. Сан деген бір айнымалы құрып алайық. Наоборот, тең болмаса деп көрейік. Тең болмаса. Егер тең болмаса, онда бұлай жасап көрейік мұны. Тең болса, онда ешнәрсе істемейміз. И M-ді не істейміз? Қысқартып отыра береміз. Тексеріп көрейік, сосын ойланып көреміз. Давай 452 болсын. И біздің P деген санымыз 5 болсын. Бізде 24 шығу керек. Санды шығармақпыз. Сан. Қайтадан 452 болсын. Біздің P деген цифрымыз 5 болсын. Бізде 0 шықты. Сан емес цифрым естеп кетіппін. Ағайлар шаршадайын. 452, 5, 24. Дұрыс шықты, Так, енді түсіндіруге тырысайық. Давайте тағы бір тесттен өткізіп көрейік. Тағы да басқа бір санды. Мысалы, 1245, 78 осындай сан болсын. Біз мысалы тоже 4 деген санды жояйық. Бізде шығу керек 12, 5, 7, 8 шығу керек. И бұны керге ауыстыратын болсақ, 8, 7, 5, 2, 1 шығу керек. Дұрыс па? Қате жүрген жоқ па? Так, 12, 45, 78 деген санымыз. И мен 4 деген санды жоямын. 87, 521 шықты. Так, M-тен N деген бізде артық болды. Негіз копиясын алмасақ та болады екен. Жарай тұра берсін. Так, біздің негізгі жауап беретін айнымалымыз мынау. Осы есептейтін айнымалымыз. Біз сандар жіктейміз, яғни M-ді не істеп отырамыз, қысқартып отырамыз. Қалдығын тауып аламыз, яғни соңғы цифрын аламыз. Мысалы 452 болса 2-ні аламыз. Сосын оны P деген цифрмен тексереміз. Егер P-ға тең болмаса, онда не істейміз? Санды кері құрастырамыз. Біз өткен сабақта мынандай нені көрсеттім ғой, позиция арқылы шығаруға болады, или осылай шығаруға болады деп. Мынау есеп түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Ағай, мен кішкене басқа жолмен шығардым. Не? Иә, continue'ді қолданып шығардым. Главное, сәл ықшамдау түсініктірек болса, жақсы.
ағай, мына бір кодты жазып көріңізші, қазір мен чатқа жіберемін. Сенікі ма? Аха. Қазір. Бұлай болса қалай болады? Жоқ, осы Teams'та чатқа жібердім. Недегі Zoom'да. Қазір. Zoom'дағы чатқа жібердім ағай. Так, нөлден үлкен болғанша торозлай істедім. П-ға тең болса, онда жалғастырып кете береміз. Цифрдың өзі шыға ма? Қазір шықпай алатын секілді. Қазір көрейік, мысалы, жаңа қандай сан енгізгенек? 452 енгіздік. 452 и 5-ті алып тастаймыз. 24 шықты. Егер П-ға тең болып қалса, не істейміз? Просто ішіне істемей қоямыз, болмаса, қалдықты шығарамыз. Мынау онсыз да теріс қарап шығады ол. Экранға жауап дұрыс шығарып тұр негізі, бірақ сенде санның өзі шықпай тұр ғой. То есть санның өзі құрастырылмай тұр. Мысалы, саған бір есеп басқаша өзгертіліп келген болса, то есть бұдан шыққан санды сен мысалы не істейміз? 5-ке көбейт десе. Данияр, түсініп тұрсың ба? Мысалы, мен 5-ке көбейт десе, не істей салам? 5-ке көбейте салам былай. Сіз қалай істейтін едіңіз? Бұда да сөйтіп жасау болмай ма? Жоқ, сен просто экранға шығарып атсың ғой. Сен цифрларды экранға шығарып атсың. Давай былай істеп көрші қазір. 5-ке көбейт деп көрсең. То есть, тапсырманы сәл өзгерттік. Шыққан санды мына жерде шыққан санды деп тұр да, цифрларды кері шығар деп тұрған жоқ, шыққан санды кері реттен шығаратын программа. Шыққан санды 5-ке көбейту керек десе, яғни 24-ті ары қарап не істеу керек? 5-ке көбейт десе. Мысалы 120 шығу керек, Мен мысалы былай істей салатын едім. Мынада 5-ке көбейте салатын едім. Мысалы қандай сан еді бізде? 452. 452, 5, 120 шықты. Сізде ол жағы қиын болып қалады сізде. Себебі сіз сан құрастырып жатқан жоқсыз да, сіз просто экранға цифрларды шығарып жатсыз. Болмайды екен. Сізде мынау жетпей тұр ғой, мынау. Сан құрастырмай жатсыз. Шыққан санды деп тұр да. Сондай. То есть, мынау бізде егер задача просто бір бөлігі ғана, ол кезде сізде цифрға экранға шығаттай, сізде білінбейді ол, нормально. Егер бірақ бізді мынау задачамыз басқа бір задачаның бір часть болып қалатын болса, ол кезде мынау жауап дұрыс емес болып қалады. Санды құрастыр дегенсің, санды құрастырған дұрысырақ болады. Жалпы идея жақсы негіз. Continue. Тамаша. Молодец. Так, мына бір есепті көрейікші. Мынау есеп шықты ма сіздерге?
яғни n деген натурал сан берілген, и біз арап есептеу керек. Мысалы n тен бізде 3 болса, біз не істеу керекпіз? n тен 3 болса, қараңыздар, max squared 2 қосу max squared 2 қосу max squared примерно осылай шығу керек. 1,96 шығу керек. Егер n тен 3 болса. Ешкім шығармады ма бұл есепті? Так, n енгіземіз. Мен шығардым ағай, бірақ дұрыстығын тексере алмадым. Былай тексеріп көресің ғой, мына қолмен жазасың, n тен 3 дейсің да. Расчет жасайсың, қазір біз n тен 3 енгізген кезде осымен бірге келсе, онда дұрыс болады. То есть мынамен сәйкес келу керек n тен 3 болғанда. Так, енді енгіздік. Демек, цикл бізде 3 рет орындалады. 3 рет орындалады. И 3 рет орындалған кезде бізде не істеу керек? Есептеу керек. S деген айнымалы құрып алайық. Себебі бізге суммасын есептеу керек. Бастапқы мәні бізде 0-ге тең. S тен бізде, қараңдар, бір түбірастың ішіне екінші түбірасты кетіп жатыр. Бұлай істеген дұрыс болады ол кезде. S скверді S плюс 2 деп. Так, S-тен 0 болады. Бірінші түбірасты шығады мұны. Просто түбірасты шығады. Мен просто бұлай істей берейін, түбірасты шығады. Потом екінші итерацияда осы түбірасты 2 плюс 2 шығады. Дұрыс сонда. Так, не істеу керек? И-ді бір санға арттырып отыру керек. И бәрі біткеннен кейін print s-ті шығарайық. Так, n бізде 3-ке тең болғанда, онамен бірдей болу керек. n тен 3 болғанда. Вроде сәйкес келді міне. n тен 3 болғанда осылай шығу керек. n тен 4 болған кезде тексеріп көре салайық. n тен 4 болған кезде бізде мынау тағы да түбірастына кетеді. Екі плюс былай кетеді. Так, 1,99 шықты. n тен 4 болғанда 1,99. Все дұрыс осында. Мынаны трейсинг жасап көру керек. Сіздер арнайы қалай шығып жатқаны. Қараңыздар, S тен 0 болған кезде бірінші не болады? Просто түбірасты 2 шығады. Или мен былай жазып көре салайыншы. S скверді 2 болады. Себебі 0 қосу 2. Бірінші итерацияда. Екінші итерацияда S скверді так. S скверді 2 қосу болады 2-ке. Үшінші итерацияда міне
скверті 2 қосу 2 скверті қосу 2 осылай болады. Егер түсініксіз болса, қайтадан сызып көріңіздер, өздеріңіз өз беттеріңізбен. Как подсказка ретінде болсын. Так, келесі есепті көрейік. Тура осыған ұқсайды. 3, 6, 9, 12 деп кете береді. 3 n-мен есептеледі. Тура алдыңғы есепке ұқсайды. Мынаған ұқсайды. Бірақ бұл жерде қараңыздар, мына жерде өзгермейді да сандар. 2, 2, 2 қайталана береді. Ана жерде уже сан өзгеріп отыр. 3, 6, 9, яғни какой-то бір есептеу болу керек, формула. И соның нәтижесінен шығу керек. Мысалы, допустим, n бізде, мысалы, n тен 2 болсын. Демек, не болады бізде? Скверті 3 көбейту 2 6 ғой. Түбірасты 3 қосу түбірасты 6 болу керек. 2-де 33 шығу керек. Давайте есептеу көрейік. Бұндай жағдайда кейін қарап жасап көрейік. Яғни арт жағынан бастап. n-ді енгіземіз. Так, while I тен n деп көрейік. Яғни кейін қарап жүргізіп көрейік. Пока үлкен болғанша бірден ба даже? 0-ден. Қазір ойластырамыз тағы да. S-ті есептейміз. S-тің мәні бізде 0-ге тең. Так, скверті 3 көбейту I плюс S, я? Плюс S. И не істеп отыру керек, азайып отыру керек. Так, расчет жасап көрейік, қараңыздар. Тағы да. Скверті бізде n-тен бізде 2 болса, скверті 6 болады. Плюс 0. Екіншісінде скверті бізде 3 болады. Плюс скверті 6. Ну, дұрыс секілді. Давайте осы шығарып көрейік экранға. И потом тексереміз. Стоп. Так, бізге енгізу керек. n-тен 2 дедік,
Так, дұрыс шықты. Так, тағы бір тексеріп көрейік. n-тен 3 болған кезде не болады екен? 3 болған кезде мынау 9 болады. Мынау 6 болады. И мына жерде 3 болады. То примерно 2-44 шықты. Үш болған кезде, ну, есеп дұрыс, значит. Формула осындай. Түсінікті ма есеп? Түсінікті. То есть тура ана алдыңғы есепке ұқсайды, бірақ айырмашылығы біз арт жағынан бастадық, себебі мынау есептеп өсіп отырады. Яғни мына арт жағынан бастасақ, бізде конечный жақтан түсініктірек болады. Тағы да асықпай тексеріп көресіздер тағы да. Так, 20-шы есеп, соңғы есеп тексерейік, сонымен аяқтаймыз. N рет орындалады бұл да, қараңыздар. Давайте тестовый данный толтырып алайық. Мысалы бізде 3 болған кезде, то есть n бізде 2-ке тең болған кезде 1 қосу 1 бөлінген 1 қосу 1 бөлінген 2 болады. n-тен 3 болса, давайте n-тен 3 деп көрейік. 1 бөлінген 6 болады. 2-де 66 шығу керек. Так, тексеріп көреміз. Input n-тен while бізде i n рет орындалу керек. Так, біздің алғашқы s-тің мәні 1-ге тең болады. И бізде факториал есептеп тұру керек. Біз f1 деп анықтап алайық. Факториалымыз біздің s-тен s плюс бізде 1 бөлінген f факториал. Так, факториалды есептеп алайық. Көбейту i-ға тең ба? I тең бізде 1-ден басталады. Так, print s. Так, n-тен 3 болса бізде I-тен 3 болса бізде 2-де 66 шықты. Ну, есеп дұрыс. Так, түсінікті ма? Мына факториалды есептеп жатыр мұны. Мына сумманы есептеп жатыр мұны. Сумманың алғашқы мәні 1-ге тең. То есть мынаны біз есептемейміз, сразу алғашқы мәні деп аламыз. 1 бөлінген 1-ді, 1 бөлінген 2, 1 бөлінген 3-ті есептейміз. Бірінші факториалын есептеп аламыз, сосын бөлеміз. Түсінікті. Жақсы, сонда бүгін осы 20-мен аяқтайық. Пятница күні келесі қанша есеп бар? 15 есепті шығарамыз. И олар сәл күрделірек уже. Жақсы, сау болыңыздар онда. Жақсы, сау болыңыздар. Форды өтеміз ба, ағай? Нені өтеміз ба? Форд циклын. Форны массивпен бірге өтеміз. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.